Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының көрермендері. Бүгін сіздердің назарларыңызға үйсіндердің шаруашылығы туралы мәлімет ұсынатын боламыз. Каналымызға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Үйсіндер туралы Қытай жазбалары дәлелдеген. Ол жерде үйсіндердің Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағы, яғни қазіргі Жетісу, Тиграхау сақтарының орнын басқаны белгілі. Олардың орталығы Чигучен немесе Қызылаңғар қаласы. Қысқартып Чигу деп те айтуға болады. Енді олар туралы мынандай дерек айтады. Олар егіншілікпен де, бау-бақша өсірумен де айналыспайды. Тек оты мол, суы мол жерлерге мал жанымен бірге көшетте жүреді деп Қытай деректері келтірген. Сонымен бірге олардың көп өсірген малдары қой мен жылқы деп көрсеткен екен. Ал үйсіндердің келесі деректерде назар аударып археологиялық олжаларына қарайтын болсақ, олар суармалы егіншілікпен де, тәлімді егіншілікпен де айналысқаны белгілі болып тұр. Қыстаулары Мойынқұм мен Балқаш өңірлері болды. Жайлау мен қыстау аралары 20-100 шақырым арасында болған. Жалпы үйсіндерде қаңлылар да өздері баққан 4 түлік мал иелерін өз атауларымен атайтын болған екен. Ал археологиялық олжалар осы Шолақ, Ілшу, Ілес, Талас аймақтарында үйсіндердің егіншілік жүйелерінің іздері сақталғанын дәлелдеп отыр. Ол жерлерден тас кетпен, қола орақ, тастан жасаған дәнүкіштердің табылуы да осыған дәлел. Сонымен бірге Ақтас қонысының қазіргі Кеген өзенінің бойында орналасқан, сонымен бірге Чигу қаласының маңында суландыру жүйесі, бау-бақшалар болғаны айтылып отыр. Яғни дәнді дақылдардан көбінесе арпа, тары өсірген. Сонымен бірге үйсіндердің шаруашылығында көбінесе әйелдер ыдыстарды саз балшықтан жасап отырған, қыш ыдыстарға арнайы күннің суретін салып отырды. Сонымен бірге шеберлер темірден пышақ, семсер, қанжар сияқты жасаса, әйелдер көбіндесе жіп иіру, тоқымашылық өнері арқылы киіз басу, жүннен киім тоқу ісін дамытып отырған. Мата тоқуға арнайы өрмекке ұқсас тоқыма кермесі қолданылды. Былғарыдан, тері, ағаштан сұйық тағамға арналған ыдыстар жасады. Яғни тері өңдеу кәсібі өте жақсы дамыған. Сонымен үйсіндердің қолөнеріне келіп тоқетерін айтатын болсақ, тері өңдеу, керамика, ұсталық, тоқыма, киіз басу, былғарыдан және ағаштан ыдыстар жасау өнері кеңінен дамыған екен. Үйсіндердің қоғамында теңсіздік қалыптасты. Қытай деректерінде әсіресе үйсіндерде жылқының өте көп болғандығы айтылады. Олардың ең бай адамдарында 4-5 мың жылқы болған деп көрсетілген. Билеушілер мен әскербасылар, лауазымды адамдар осы өзінің жылқыларына алтын немесе мыс мөрлерден таңба салған болса, қарапайым халық тастан, сазбалшықтан жасалған таңбаларды қолданылған. Тіпті олардың жерлеу орындарын ашып қарағанда да дәулетті атақты адамдардың киімдері жібектен, биязы, жүннен тоқылған киімдер болса, қарапайым адамдар арзанқол мата немесе қой терісінен тігілген киімдер киген екен. Яғни жібек мата бұл жерге қайдан келді десек, біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда үйсіндердің территориясы арқылы Қытайдан ұлы жібек жолы бастау алған болатын. Және үйсіндер Қытаймен құдандалық қарым-қатынас жасағанында алдыңғы видеода айтып кеттік. Енді осы үйсіндердің наным сенімінен бірден бір себепкер болатын ол қарғалы диадемасы. Үйсіндер жаратушы күшке сенген, осы қарғалы диадемасында әлем туралы түсінік берілген. Мысалы, жапырақтар әйел бейнесі болған, о дүниені ағаш тамырлары арқылы көрсеткен, бұл дүниені адамдар мен жануарлар өмір сүретін жер үсті көрсеткен, аспан әлемін құдайлар мен құстар мекені деп көрсеткен, аққу құстар құдайлар әлемі мен жер астындағы әлеммен байланысын, ал қанатты аттар аспан әлемінде 4 ат жегіп, 2 аяқты арбамен жүретін күн құдайын бейнелеген. Жануарлар жердегі өмірдің белгісі. Осы жерден үйсіндердің наным сенімі күнге табығандығын көрсетеді.
Енді осы суреттерге анықтап қарайтын болсақ, жеке дара осы қарғалы қорымынан табылған тәтті негізі үш бөліктен тұрады. Тұғыр үстіндегі қанатты тұлпар, ортада айдаһар бейнеленген және қанатты жолбарыс, жылқы, аждаһа, жартылай құс, жартылай адам деп көрсетілген. Яғни бұл тәттінің басты тақырыбы әлем бейнесі, құстар аспанның, қанатты тұлпар күннің бейнесін санаған. Бұл диадема біздің заманымыздан бұрынғы екінші, бірінші ғасырларда зергерлер жасаған. Жалпы осы қарғалы қорымында 300-ге жуық алтын жалатылған әшекейлер табылды. Сонымен үйсіндердің археологиялық ескерткіштеріне келетін болсақ, олардан Теңлік қорымы табылды. Теңлік қорымы Шығыс Қазақстандағы Тарбағатай тауының теріскейінде орналасқан. Ол жерден алтын қапсырма табылды, салтатты бейнеленген болатын. Ақтас қорымында әшекейлер, асыл тастардан кіріктірілген бұйымдар табылды. Ақық, гауһар, алқа, моншақтар табылған. Ал қарғалы диадемасын және жоғарыда атап өттік, диадема табылды. Енді осы жерлеу орындары бізге қандай нәтиже береді? Осы жерлеу орындары арқылы үйсіндерде мүлік теңсіздігі болғандығын дәлелдейміз. Сонымен бірге археологиялық түрлі деректер беретін обалар көбірек зерттелді. Жетісу аймағындағы үйсін қорғандары үшке бөлінген: бай адамдар, жауынгерлер және кедейлер мен құлдар жерленген. Адамның басы батысқа қаратып жерленді. Жалпы осы археологиялық ескерткіштердің көп табылуы белгілі бір тайпа немесе ел туралы негізгі мәліметтерді береді. Назарларыңызға көп рахмет.